Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді менің ең бір сәтті рецептілерімнің бірі осындай жасыл пияз қосылған ерекше дәмді қатпарлы нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып және де арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Жасалу жолы өте оңай және де жылдам дайындалады. Ол үшін бізге керегі бар болғаны тұзды жылы су, бір жұмыртқа және де ұн керек болады. Бірінші ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды саламыз, жақсылап араластырамыз араласқанша. Енді үстінен жаңағы тұз араластырған жылы суымызды құйып илейміз. Қамырымыз өте қатты болмауы керек, орташа жұмсақ болуы керек. Қолымызбен жақсылап біріктіріп илеп аламыз. Қамырымызды илеп дайындап алдық. Енді бұны 10-15 минутқа тындыруға қоямыз. Ұнымыздың иі қанғаннан кейін осындай екі бөлікке бөліп, бір бөлігін осылай жайма ретінде жазамыз. Жазылған жаймамыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сармайымызды осындай жағып шығамыз. Барлық бөлігіне бірдей жағылуы керек. Майды ертіп құйсаңыздар да болады, немесе осылай қолмен жақсаңыз да болады. Қамырымыздың үстіне, жаймамыздың үстіне майымызды жағып болдық. Енді туралған көк пиязымызды себеміз. Көк пиязымызды да сеуіп дайындап алдық. Енді үстіне жаңағы екінші қамырымызды да жайып, жазып, осылай үстіңгі бөлігін пияздың үстіне жабамыз. Осы бөліктің үстіне тағы да бөлме температурасындағы сармайымызды жағамыз. Барлық бөлігіне бірдей жағылуы керек. Достар, барлығын дайындап алдық. Енді осындай ұзыншақ бөліктерге бөліп ораймыз. Әр бөліктің жалпақтығының сантиметрі шамамен 3 сантиметр болуы керек. Орап дайындап алдық. Тура осындай етіп орайсыздар. Енді бұны ары қарай оқтаумен жазамыз. Оқтауымызға жабысуы мүмкін. Сәл құрғағын сеуіп, осылай бір келкетіп жазып шығамыз. Формасы бұзылмай, осылай әдемі болып жазылуы керек. Достар, барлық бөліктерімізді осылай не қалың емес, жұқа емес, орташа көлемде жазып аламыз видеодағыдай етіп. Енді табада қызып тұрған аз мөлшердегі майдың үстіне қаттамамызды саламыз. Және де екі жағын тез-тез ауыстырып отыру керек. Қатты күйіп кетпеу керек, осылай сарғайып пісуі керек. Майды өте аз мөлшерде құясыздар. Осылай барлық қаттамаларымызды екі жағын ауыстырып отырып пісіріп аламыз. Достар, өте дәмді, тез дайындалатын қаттамаларымыз дайын болды. Үйде міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.